Сәлеметсіздер ме? 5-ші сыныптың қазақ тілі пәні бойынша грамматиканы коммуникативті аспектіде оқытуға арналған тапсырмалар үлгісін ұсынуға рұқсат етіңіздер. Қазақ тілі пәнінің оқу бағдарламасы грамматиканы бөлек қарастырмай функционалдық коммуникативтік мәнмәтінде оқытуға негізделген. Сондықтан да оқу бағдарламасында 4 коммуникативті дағдымен қоса әдеби тіл нормасы да бар. Әдеби тіл нормасы оқу мақсаттары арқылы жүзеге асады. Олай болса, әдеби тіл нормасының оқу мақсатына негізделген тапсырмаларға назар аударайық. Бүгінгі таңдалған оқу мақсаты 5-ші сыныпта жүзеге асатын АТН-3 лексикалық норма. Тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, амоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Оқу мақсаты ауқымды болғандықтан, оны ықшамдап алуға болады. Бүгін біз тура және ауыспалы мағыналы сөздердің көркемдік ерекшеліктеріне сай қолданылуына тоқталамыз. Алғашқы тапсырма қызығушылықты ояту. Бұл тапсырма сабақтың басында қызығушылықты оятып, оқушылардың ынтасын арттыру мақсатында орындалады. Тапсырманы орындау арқылы оқушылар болжам жасайды және сабақтың тақырыбын анықтайды. Алдымен мұғалім оқушыларға қағаздан жасалған қызғалдақ гүлін береді және тақтаға ауыспалы мағыналы сөздерді жазып қояды. Бірақ оқушыларға бұл ауыспалы мағыналы сөздер деп түсіндірудің қажеті жоқ. Оқушылар гүлдерді бір-біріне сыйлап, тақтада жазылған сөздерді пайдаланып, сыныптасының жақсы қасиеттерін сипаттап береді. Тапсырманы алғаш болып мұғалімнің өзіне бастауына болады. Тапсырманы орындап болған соң, мұғалім оқушылардан тақтадағы сөздердің қандай сөздер екенін сұрайды. Дұрыс жауапты естігеннен кейін осы сөздердің тура мағыналарын анықтап жазуын өтінеді. Мұғалім оқушыларға мынадай ауыспалы сөздерді ұсына алады: таза жүрек, терең білім, өткір мінез, ақ көңіл. Келесі тапсырмада оқушылар мәтіннен тура және ауыспалы мағыналы сөздерді анықтау бойынша жұмыс жасайды. Ол үшін алдымен қызғалдақтар деп аталатын ертегіні оқиды, мәтін мазмұнын түсінуге бағытталған сұрақтарға жауап береді. Мәтін мазмұнын түсінгеннен соң, мәтіннен ауыспалы мағыналы сөздерді тауып жазады, сол сөздердің тура мағынасын анықтайды. Өздерінің жасаған жазбаларын қасындағы сыныптасымен салыстырып тексереді және қажет жағдайда түзетулер енгізеді. Келесі тапсырмада мұғалім оқылым мәтіні бойынша бірнеше сөздерді іріктеп алып оқушыларға ұсынады. Оқушылар сөздерді оқып шығып, тура және ауыспалы мағынаға ажыратып, 2 бағанға бөліп жазады. Тапсырманы оқушылар алдымен жеке орындайды, кейін жұпта талқылайды. Қолдауды қажет ететін оқушыларға мұғалім дұрыс жауапты көрсетеді. Оқушылар мұғалім ұсынған жауаппен өз жауаптарын салыстырып, түзетулер енгізеді. Тапсырманы орындап болған соң, оқушылар жұпта ауыспалы мағыналы сөздерді қолдану арқылы ертегі кейіпкеріне мінездеме беріп сипаттайды. Мысалы, Мэри гүлдерді ерекше күтіп, баптайтын ақ бейілді мейірімді жан. Келесі ойын тапсырмасында мұғалім оқушыларды шеңбер құрап тұрғызады. Оларға ойын шартын түсіндіреді. Ойын шартына сай, сыныптағы бір оқушы өз еркімен бірінші болып ойынды бастайды. Мұғалім оған қима қағазға жазылған сөзді ұсынады. Оқушы сол сөздің бірнеше тура мағынасын атайды. Басқа оқушылар сөзді бірге дауыстап қайталайды. Мысалы, оқушыға көз деген сөз берілсе, ол адамның көзі, сиырдың көзі, мысықтың көзі деп атай бастайды. Ал шеңбер бойындағы басқа балалар бірге қайталайды. Ойынның шарты бойынша оқушы арасында күннің көзі деп ауыспалы мағынадағы сөзді қолданады. Басқа оқушылар ауыспалы мағынадағы сөз аталған кезде үнсіз қалуы керек. Егер қайталап қойса, ойынның шарты бойынша оқушы ойыннан шығарылады. Құрметті әріптестер, міне ауыспалы және тура мағыналы сөздерді қолдану бойынша ұсынылған тапсырмалар үлгісі осындай. Назарларыңызға рахмет.